Сәлем достар, өздеріңіз білетіндей, біз Америка құрама штаттарындамыз. Аризона штаты, Феникс қаласында екінші күн осында жүрміз. Бүгінгі күн қызыққа толы болды. Шынымды айтсам, эмоцияға толы күн. Біз енді америкалық киноларды қараған кезде, голливудтық кинолардан бөлек, жаңағы фэнтезиға толы, ковбойларды, немесе осы жердің ең алғашқы тұрғындары, индейцтер туралы көп киноларды көрген болатынбыз. Қазіргі таңда да бұндай киноларды көптеп кездестіріп жатамыз. Дегенмен, бүгінгі күнге бір ой қалыптасқан болатын, себебі бәріміз білеміз, индейец халқы саны өте аз қалды. Және де Американы енді бәріміз білеміз ғой, үлкен дамыған мемлекет ретінде демократиясы өте мықты, талай мәдениетті тоғыстырып тұрған мықты мемлекеттердің бірі болатын, басқа мемлекеттерге үлгі боларлықтай. Бірақ бүгінгі біздің саяхатымыз менің көзімді қатты ашқан сияқты. Себебі бұндай шынайылық, бұндай жалпы ұлттық трагедия, бұл туралы американдықтардың өзі іштей білгенімен, жаңадан осы халыққа жол тартып, енді естіліп атқан сияқты осы шынайылықтың барлығы. Келесі стористардан байқасаңыздар болады, осы музейге біздің саяхатымыз туралы мен толықтай ашып айтып беруге тырысамын. Индейцтер Америка құрлығын мекен еткен көне төбелік жұрт. Олардың түп тамыры орталық Азиядан тарағандығы туралы гипотезаны Мичиган университетінің генетикалық зерттеулерінен көруге болады. Индейцтердің бай мәдени мұрасы еуропалық колонизацияға дейін жоғары деңгейде дамыған. Тоқу, кесте тігу, қауырсыннан сәндік бұйымдар жасау, керамикамен және ағашпен жұмыс жасау дәстүрлері бүгінге дейін сақталған. Және мұншалықты бай мұраны бүгінгі жаһандық даму заманында ғасырлар бойы орын алған асқан жауыздықпен әдейі құртылуын көз алдыларыңызға елестете алар ма едіңіз? Бұған дейін тарих беттерінде жазылған қара нәсілділерге қарсы нағыз адам жауыздығының көрінісін америкалық фильмдерден көруші едік. Бірақ индейцтер туралы дерек аз болатын. Тек ковбойлар туралы киноларда ғана бұл халықты жабайы сипатта тамашалайтынбыз. Америка біздің көзімізде осы жаппай дискриминацияны жеңген дипломатиялық және демократиялық мемлекет ретінде көрсетіледі. Алайда бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқан ол қылық істері керісінше бұл ойды жоққа шығарғандай. Біз үшін бүгінгі күнгі Америка сияқты дамыған мемлекетте индейец халқы өз жерінде әлі күнге дейін сыртқы цивилизациядан алшақ орындарда, шөл даладағы қарапайым лашық үйлерде, резервациялық жабық территорияларда тұруын көз алдына елестету қиын сияқты. Тіпті индейцтардың ата-бабалары мекен еткен туған өлкесінде ғасырлар бойы көкірегін қорқыныш сезімі кернеп, дискриминацияға ұшырайтындығы туралы біліп пе едіңіздер? Дамыған заманда туған жерінде басқа мемлекеттен көшіп келетін мигранттың күнін кешу өмірдегі ең үлкен қасірет шығар. Мысалы, мына экспонанттар индейцтардың балаларын тәрбиелеу мектептерінде оқытуы туралы айтады. Тәрбие сөзінің түпкі мағынасында өскелең ұрпақтың түп тамырын бірізді жойып, іргетасынан айыру болғандығын сол кездері пайдаланылған шаш кесу рәсімінен бастап, ағылшын тілін қинап оқыту, есімдерін басқаша қою, ұрып соғу принциптерінен айқын көрінеді. Тіпті осы қиындықтарға шыдай алмай қайтыс болған балалардың ата-аналарына қаралы хабарды жеткізу рәсімі тіпті зұлымдықтың нағыз белгісі. Бала қайтыс болғанда хат жіберілетін. Онда сіздің балаңыз ақ нәсілдегі адам сияқты үлкен құрметпен жерленді, уайымдамаңыздар делінетін. Одан қалса, Америка қатысқан қан майданның барлығында алдыңғы шепте индейец халқы жіберілген екен. Мына ескерткіште көрсетілген осы қан төгістерде қайтыс болған адамның саны қаншама десеңізші. Мыңдаған жылдар бойы онсыз да геноцидке жаппай ұшыраған байғұс халықтың тілін, мәдениетін, салт дәстүрлерін жоқ қылып, адам баспайтын жерге қоныс аударту мүлдем басқа қонымсыз дүние сияқты.
осы музейдің бір қызметкерлері әр экспонат туралы айтып жатқан уақытта көздеріне жас толып, бір айтқан сөз есімде қалып қалды. Сіздер Қазақстан халқы, қазақ халқы өте бақыттысыздар дейді. Себебі сіздерде тәуелсіздік бар дейді. Сіздер біздің халықтың тарихына ұқсас болған кезінде дейді. Ресейдің отаршылдық саясаты кезінде сіздердің де осы жойылып кету қаупі туды ғой алдарыңызда дейді. Біз әлі күнге дейін сол қалыпта жүрміз дейді. Бүгінгі күнгі жастардың көкірегі ояу, расымен осы тілін, ата-баба дәстүрін білуге құлшынысын байқаймыз, сеземіз. Осы бір бағытта жұмысты одан әрі жалғастыру керек екендігін, әрбір қазақ ыңғайы келсе осындай бір жерлерге барып өзіндік бір бақытты сезіну үшін бір қадамдар жасау керек деп ойлаймын. Себебі расымен де бүгінгі біздің барған музей тек қана мынау халықтың трагедиясын көрсетіп қана қоймай, мына қолымыздағы алтындай біздің тәуелсіздігіміздің қаншалықты киелі екендігін артығымен бір дәлелдеген сияқты. Расымен осы біздің өзіміздің төл мәдениетімізді, тілімізді, дәстүрлерімізді сақтау бұл өте бүгінгі таңдағы маңызды істердің бірі. Себебі қазіргі таңда өз-өзіңді жоғалтып алу, адасу өте оңай. Себебі іштегі сенің осы мен айтып кеткен факторлардан тұратын іргетас қалыптаспаса ішіңде, сен құрдымға кетуің мүмкін, адасуың мүмкін. Сондықтан да баршамыз бірге жұмыс істейік дегім келеді. Осылай сіздермен өз оймен бөліскім келді. Көп рахмет, достар. Кездескенше.